Құрметті ханымдар мен мырзалар, дайын отырыңыздар, кешімізді бастаймыз. Музыка, свет, қошемет. Қарсы алыңыздар, бүгінгі кештің жүргізушісі Асан Абдрали. Ой, бәрекелді. Ассаламағалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ассаламағалейкум, төрден орын алған ақсақалды аталар, ақжалықты әжелер. Мінекей бүгінгі керемет, Алламыздың тағы да осындай керемет әдемі қасиетті күнінде ұлан асырлы қуаныш болғалдыр. Ендеше өздеріңіздің сүйікті, жақсы көретін аяулы қарлығаш қыздарыңыздың ұзату қуанышына қош келдіңіздер. Құда болып түсіп келіп отырған жаңа құдаларымызды қарсылайық. Ендеше мінекей көздеріңіз көріп отырғандай, думанның керемет әдемі сұп-сұлу қыздардың әдемі шашуыменен, күтіп алайын деп тұрған бауырсағыменен, ұстап тұрған арқанымызды тартып, жаңа құдаларды қарсыламыз! Өздеріңіздің күйеу балаларыңызды қарсы алуға дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Дайын болсақ айқай шумен, қошемет шапалақпен өздеріңіздің күйеу балаларыңызды қарсы алайық. Ернар! Бірге! Баласының батырлығы ханның бойға таратылған. Серіктес сүреттейді. Бір емес екі гүл шоқтарына кепті. Жігіт жолдасың бойызың, нақты кәдімгі керемет жігіт. Келіңіз, Ереке. Енді, Ереке, осы әулетке келіп жатырсыз ғой, қараңыз, бүкіл ағайын туысқандар қазір сізге қарап тұр. Рұқсат болса, оң қолымыз көтеріп, төсімізге қойып, бір амандасып алайықшы. Ассаламағалейкум деп қойыңызшы, бір амандас қол көтеріп, төсіңізге қойып, енді. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам деп бір қошемет салып қояйық. Қарлығаш екеуміздің мамамызға. Молодец, кәне, Алла шүкір, күйеулер сандай. Бірден кірді де, бірден мамамызға гүл береміз деп жатыр. Ал, мархабат ендеше, анамызға сынайық. Құрмет қошемет. Белеп өсірген, аялаған, аяулы қыздарыңызды, қарлығаштарыңызды шақырайық. Рұқсат етсеңіздер, дәл қазір сіздердің әдемі ыстық лебіздеріңізбен, қошемет шапалақтарыңызбен, керемет аяулы ару қыздардың әсем әніменен ортаға шақырайықшы. Қош келдіңіздер осына тойға, ата, әже, әке, ана, папа, мама, аға, жеңге, апа, жезде, іні, қарындас, достар қайда. Бүгінгі тойға шапалақ қайда, ағайын туыс жекжат құда құдағи, нағашылар, бөле жиендер, қосылғайықшы бәріміз. Бірге, құрмет қонақтар, ыстық лебіздеріңізге, қошеметтеріңізге үлкен рахмет. Мінеке, шын мәнде осындай әсем әнмен өздеріңізбен амандасып жатқан жайымыз бар. Әрбір орындарыңызды төр деп санаңыздар. Дәл аға қазір билейміз, асықпаңыз, бірақ десе де үлкен асымызда дайын болған екен. Сол себепті мінеке үлкен біздің әулеттің үлкендеріне бір ыстық лебіздеріңізді соқ қойыңыздар. Қанша дегенмен біздің асқар тауларымыз, ақжаулықты аналарымыз, әдемі ақ тілектерін ақтарда, той құтты болсын деп жайғастырамыз үлкендерімізді. Қадірлі ағайын, өздеріңіз білесіздер, қазақтың алдына үлкен ас келген кезде екі білекті көтеріп, алақан жайып, үлкендерімізден иләхи әмин деп бата сұраған қазақтың біріміз. Ал енді дәл қазір әулеттің үлкендері осы жаңадан келген құдаларды сыйлап, құрметтеп, жаңа құдалардың үлкендерінен бата сұрағысы етір. Ендеше асымызға бата. Ендеше алдағы тұрған астарыңызды алып, ішіп отырып, осы керемет тамаша туындымызбен бір ауылға барып қайтайық, сағынышымызды басып. Ендеше рұқсат етсеңіздер, қабыл алыңыздар. Сөзін жазған оңтүстіктің азаматы Әлімжан Әлішер, әнін жазған батыстың композиторы Ербол Ақбасов. Қабыл алыңыздар, сіздер үшін біздің үй. Мейірімнен қаланған біздің үй, бақыттан жаралған біздің үй. Әр атқан таңыңа шүкір деп,
Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асыр сап ойнаған есімде. Осындай бір есті әнімізбен тамаша билеріңізге. Ал енді құрметті қонақтар, мінекей біз бірден осы үлкен астың үстінде арнайы сый-сияпаттарымызды шығарып жатырмыз. Осы сый-сияпаттарды қазір осындағы отырған біздің меймандарымызға, қонақтарымызға ұсынсақ дейміз. Әрине бүгінгі тойда өте активно отырған қонақтарға ұсынамыз. Бүгінгі тойда ешқандай қонақты қинамаймыз. Біреудің әйелімен, біреудің еркегін билетпейміз. Уайымдамаңыздар, просто дастархан басында отырып ойнайтын ойындардың бірі. Ендеше бірінші сый-сияпат мінекей осы болсыншы. Мен сіздерге қазір сұрақ қоям, сол сұраққа жауап берген қонақ бірден қол көтерсін. Бірден қол көтерсін, содан кейін мен сіздің жаныңызға жақындаймын. Егерде дұрыс жауапты тапқан болсаңыз, осы сый-сияпатқа ие боласыз. Ендеше бірінші сұрақ. Бүгінгі күйеу балаларыңыз Ернұрдың есімі неше әріп? Қол көтеремін. Стоп! О, мына кісі бірден көтерді. Так, сонымен неше әріп? Бесеу. Бесеу, өте. Екінші сый-сияпат. Бүгінгі аяулы қыздарыңыз Қарлығаштың уже санабатсыздар ма? Санабатсыз ба? Бүгінгі Қарлығаш қыздарыңыздың есімінің қазір айтам бұл. Жетінші әріпі. Жетінші әріп. О, құдаша. Так. А? Бәрі келді. Арыбым! Біздің Серік папамыздың деп айтпай қойын, өйткен барлықтарыңыз уже біліп отырсыздар. Енді қазір былай болсын. Біз қазір көгілдір экранға бір фото шығарамыз. Бірақ ол фотоны шығармас бұрын, біз былай істейік. Бүгінгі Ернұр ұлдарыңыздың есімі Е әріпінен басталады. Дұрыс қой, е? Қарлығаш қыздарыңызға бастапқы әріпі Қ әріпінен басталады. Енді давайте былай істейік. Қазір біз осы күйеу балаларını сыйлап, күйеу баланың Е әріпінен бір жақсы сөздер айтайық. Жақсы сөздер. Қазақша, орысша, ағылшынша, французша бола береді. Сол Е әріпіне ұнағанына Қарлығаш стоп деп айтсын, е? Еріншек не пойдет? Ерекше, ержүрек, ержігіт, ерік, ерғанат, ер азаматы. Стоп! Елер, оқты, қайсы? Ер азаматы. Ер азаматы, браво! Бірінші папамыз бастайды. Потом мама сіз. Ендеше, внимание, от той иесі. Серік әкемізден. Внимание, қарсы аламыз! О, күйеу бала! Қыз жолдас! Құдалар! Ой, рахмет. Ой, бұр. Түр шіркіні. Амандасып кетеді. Билік кетеді бұлар. Рахмет, Алла разы болсын. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ғой, папа, е? Ауылдан келген қонақтар, өзіміздің ауылдастар, көршілер, ағайындар. Көрдіңіз ғой, е? Қалай внимание жасады сіз? Бәрі сізге вниманиемен қарады. Көрдіңіз ғой, е? Кәдімдей бұнда шапалақ ешкім көрілмаған. Күшті болды. Алла разы болсын папамызға. Енді келесі кезек мамамызда. Мастер-класс. Енді кажды ағайын бір көрдіңіздер ғой, е? Кажды дастархан по-своему қарсы алсын. Сонымен, мама, дайынбыз ба? Дайын болсақ, встречаем. Внимание, от той иесі ләззат мамадан. Поехали. Аспаз, ауылдастар қайда? Құдаларға шапалақ! Папамызға, мамамызға шапалақ!
браво. Мына сен мына қолың бүкіл тойда болса шабырлып ұзарып кетті, қараңыз. Рахмет, Алла разы болсын. Бұл ағайын сіздерге деген ыстық лебізі. Мамамыз рахмет айтсын, түйіндейік, сосын қызымызды шығарып саламыз. Той құтты болсын. Сосын бүгінгі біздің тойымызды жақсы атқарған Асан Пердешевке, әсем сіңіліме, кім? Ерғанаптарға рахмет. Осылар мен біздің тойды ең қызықтап өткізген осы кісілер.